математикалық маятник көмегіменен бөлменің ауданын табу. Енді жалпы математикалық маятник туралы біздер 9-шы сыныпта өтті, естеріңізде болса, иә? Жалпы бұл математикалық маятник тербелмелі қозғалыстарды сипаттайтын негізгі жүйе. Бірінші біз онда жалпы жұмысымызды бастамастан бұрын тербелмелі қозғалыстар деп қандай қозғалысты айтамыз? Математикалық маятник дегеніміз не? Математикалық маятниктің тербеліс периоды қалай анықталады? Және жалпы тербеліс период дегеніміз қандай шама? Осы сұрақтарға кішкене дайындалып, сосын жауап бере қояйын. Егер дайындарың болса, бірден жауап беруге болады. Қолдарыңызды көтеріп, дайындалыңызды. Тербелмелі қозғалыс дегеніміз периодты түрде қайталанатын қозғалыс. Периодты түрде қайталанатын. Дұрыс айтасың. Әрі қарай келесі математикалық маятник дегеніміз не ол? Математикалық маятник. Созылмайтын жіппен ілінгеннің құрылғы. Созылмайтын жіппен не ілінген? Жүк. Дұрыс айтасың. Созылмайтын жіппен ілінген жүкті біз математикалық маятник деп атаймыз. Ал математикалық маятниктің тербеліс периоды қалай анықталады, Жанр? Сонда математикалық маятниктің тербеліс периоды қандай шамаларға тәуелді болды? Жіптің ұзындығы мен еркін түсу. Жіптің ұзындығы және еркін түсу үдеуіне дейді балдар. Әрі қарай тербеліс период дегеніміз қандай шама жалпы? Период дегеніміз не? Уақыт. Я, Нұрым, қандай уақыт ол? Бір айналымға кеткен. Толық бір айналым жасауға кететін уақытты тербеліс период деп атаймыз екен. Олай бақылы сауалдар, міне осы белгіден біз 9-шы сыныпта өткен кейбір тақырыптар есімізге түсірді. Әрі қарай енді бүгінгі жұмысымызды бастайық. Математикалық маятник көмегімен бөлменің ауданын табу. Жалпы жұмыстың мақсатын сақтауда. Бұл жердегі жұмыстың негізгі мақсаты математикалық маятниктің тербеліс периодын пайдалана отырып нені есептеу екен? Бөлменің ауданы. Яғни бөлменің ауданын табу үшін бізге не керек? Жалпы ұзындығы, биіктігі. Ені. Ұзындығымен ені керек болады. Ал сіздер жаңағына өздеріңіз айттыңыздар, тербеліс периодының формуласы 2π түбірасты L бөлінген G. Міне осы формуланы пайдалана отырып, біздер қазір математикалық маятниктің көмегімен бөлменің ауданын табамыз. Аудан А көбейтілген В, да? Сонда бізге не керек екен? Мына жерде. Иә, жіптің ұзындығы керек бар, да? Жіптің ұзындығы арқылы. Қазір қолдарыңызға жұмыс жасауға жұмыстың жүру барысы сипаттамасы толық жазылған. Сіздерге алдарыңызға жұмысты беремін. Сол жұмыстың орындалуы бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Жұмыс топпен жасалады. Бір топта 3 оқушыдан, біреуіңізде 4 болып тұр, иә? Жұмыспен бірінші танысып аламыз. Жұмысты қалай жасайтынымызды. Иә, сіздер үшеуіңіз бірге. Сіздерде бар ма? Ал таныса қояйық. Жұмыспен. Қандай құралдар керек екен, балдар? Айта қойыңыздар. Секундтық тілі бар сағат, жүк, пластилин, сосын жүк. Пластилин және жүк керек. Пластилинді беремін қазір қолдарыңызға. Осы пластилиннен өздеріңізге керекті мөлшерде аласыздар. Содан кейін әрі қарай жіптеріңізді қолдарыңызға беремін. Жасамастан бұрын қолдарыңыздағы жұмыстың орындалу барысымен таныстыңыздар ғой, таныстырасыздар. Енді неге 4 оқушы, 3 оқушыдан тұрмыз? Бір оқушы міндетті түрде жұмыстың өлшеулерінің нәтижесін жазып отырасыздар. Екі оқушы жұмысты жасаймыз. Қалай жасалатындығын қарап, не істеу керек екен бір-бірімізге толық айтып, көмектесіп бір-бірімізге әрі қарай жұмысын жасаймыз. Толық беріп ма пластилин бәріміз? Пластилин алдық па? Тоқтар. Жақсы, алса әрі қарай енді жұмыс жасау үшін сіздерге не істеу керек екен? Оқып танысып отырыңыздар. Жіпті мынада өзіңізге керекті жіпті алып, енді шуламаймыз, дайындарыңызға да тұрып бөлменің ұзындығын жіппен өлшеп ала қойыңыздар. Дайын. Иә, жіппен. Иә, екі адам не үшін жіберді деген? Тоқтап не үшін жіберді?
Так, біреуіңіз ұзындығын, біреуіңіз енін қарай беріңіздер, кім қалай өлшейді, сол. Мына енді үшеуілерге болады, бірінші ұзын, екінші рет өлшейсіздер. Бәрі енді өлшейсіздер. Иә, енін ала беріңдер шешеді. Сол жерден жіптеріңізді бөліп аласыздар ғой. Қазір керек бар сол жіптеріңізді. Так, ары қарай жүрсіңіздер. Кішкене тартыңыздар. Так, сіздер жұмыстарыңызды толық таныса беріңіздер. Қазір әрі қарай орындайсыздар. Болды, солай кетеді. Болды ғой, да? Сол жерге белгілеп алайық, ұстай ғой. Так, әрі қарай енді сол жүктеріңізді алып, не істеу керек екен бар. Енді алыңыз, көше сұрыштарыңызды. Атырау ойнайсыздар. Шапсаңда толықтамай. Метр жарым ғой, да? Метр жарымнан алып берсіз, ал қарыңыз, метрден алып берсеңіздер, метр ал көше, үзіп аламыз да сол жерден. Жүктеріңізді үзіп аласыздар. Шпиль ойнайсыздар, да. Кешеге соғыстарға береміз. Жоқ, сіздер мынаны өлшей беріңіздер шеш. Иә, ұзындық. Бұлар енме алғазыр. Сіздер ұзындығын өлшей алыңыздар. Апай осылай круг жасайды ма? Иә. Бір айналып дұрыс. Қазір артып кетіп қалады. Еще, Ал шайдан. мынадан өлшеңдер сол терезеге бастап өлшей алыңыздар. 1 метр ма апай? 1 метрлік иә сол. Метр ғой, жазып тұрған. Так, нұрым сендер болдыңдар ма? Сіздерге метрлік керек қой. Мынаны ала. Так, оны өздеріңіз қазір тесттер ғой. 4 метр 20 сантиметр. Так, неше орам? Қазір орам саны керек жатыр. Орам саны. Мынау 3 орам, міне анда бар ғой. 7 орам бар. Қазір әнің саны керек қой. Аламыздар. Иә, солай алыңдар енді. Бұл қазір математикалық маятник сомен жасайсыздар ғой. Сол шықтыңыз. 4 метр 20 сантиметр. Так, орамдардың санын салып қойыңдар, осымен бірінші нені математикалық маятникпен соны екі орында шеш. Формуласы қайда? Тең бұлар 2π турасында LG-дан L табатын формула бар ғой? Қараңыздар істейміз. Ал не істеу керек екенін жұмысының орындалып тәртібін қарайсыздар, жаңа айттым ғой. Перед дегенде математикалық маятникті бірінші жасап құрыңдар шешеміз. Так, ана неден я пластилин бересіздер ғой. Бекітесіздер пластилин. Сол математикалық маятниктердің өзін мінекей, енді осыны апарып бекіту керек жатыр. Міне математикалық маятниктің осымыз. Енді алыңыз, мынаны көтер жоғары қарай. Ыңғайлы болсын. Так, мынаны несіне ғой. Мынаған, жаңа не сайды, левойны шеш. Мына ең ыңғайлы бір жақ шетіне қарай шығарыңыз партаны. Қазір тербеліш жасатасыздар ғой. Или анда барып жасатыңызшы. Ана демонстрациялық стол бек қой. Соған барыңыз, мына ала сала болар. Сол демонстрациялық столдарға қойып, бір жақ шетіне төмен қарай түсіп тұрсын. Так, сіздер сонымен орайсыздар да, орап саны шығарасыздар ғой. Неше орам болды? Так, Рахман Отдырмай
санадым. 320. 320. 620. Ол уже мына жақта Жете алмай жүзге. оны просто 800 620, сосын тағы 630 дейікші. Айналдырып. Так, енді неше тербеліс жасау керек дейді, жұмыстарыңыздың орындалу барысында қараңыз. Неше тербеліс керек? Неше орам болды? Жоқ, не то, енді орам санайын. Ну, так сказать, мы только мы переговорим, Норм. Қазір анандай математикалық мәйітін шешістер. Жаңа орамдан қате болып кетті, қазір шықпайды оны. Так, неше тербеліс жасау керек дейді жанна? Қараңыз. Бар. Неше тербеліс? Естере танысың? Вот, 20 тербеліс жасау. Секундомерлерді алыңдар, 20 тербеліс жасау керек. Сол бойынша периодты есептеп аламыз. Бұлай бұда қай? Бір бұда? Барып, қайтып келген бір болады. Тербеліс айтып қойын, период. Так, Нұрым жылдамырақ отырмайды заңда. Енді қазір сіздер ана математикалық маятникте жүктеріңізді ана незатқа жасалмайды ма? Ал бола қойып жылдамырақ жылдам. Жүктеріңізді, еркебалар жүктеріңізді ораңыз жаңа деді, да, метрмен. Мал жұпқа андай шырмастырында. 20 сағат. Так, 40 секунд бар. 40 секунд деп аласыздар. Енді сол арқылы мені таба аласыңдар, бірінші периодты тауып аласыңдар. Период шықты. Период қайдан шықты? Ойлай табылған жоқ. Ну, несінде уақыт. Ал бола қойыңыз, жылдамырақ шапшаңдатайық. Так, соныменен кім не істеп жатырмыз? Нұрым, болдыңдар ма? Так, еркебалар шапшаңдатайық. Мынау несі жүктеріңізді андай шеватсаңдар, қазір енді анаумен жасалмайды. Қайта өлшеміз анау, қайта алып. Анаумен жасалмайды, барыңыз, басқа жыбаңызда қайта өлшеміз. Мен сіздерге не айттым, жаңа қыздар жасап болды, сіздер әлі түсінде. Ал бола қойыңыз, шапшаңдатайық. Қайда жұмыстарды жасап? Солтан көмектесіңдер шешім ме? Көп жұмыстарды жасап тұрмаңыз, сіздерге бір жасап бермейді. Сұрауыңыз. Так, соныменен периодты таптық па? Период нешеден екен? 2/10 жуықтайсыздар. 2/10 үлеске дейін жуықтай қойыңыздар. 10 үлеске дейін 2/10 ма? 2/10 секунд болады. Жақсы. Енді ары қарай не істеу керек деді сіздерге? Жіптің. Отсыздар сіздер қыздар. Қарамайсыздар ма? Не істеу керек енді ары қарай? Келесі. Периодтан кейін не істеу керек? Так, Нұрым болыңыз шапшаңырақ. Ал бола қойыңдар, иә? Жіптің несін табу керек? Аха, ұзындық. Қандай формуламен табасыздар? Қандай формула айта қойыңыз? Квадрат G бөлінген 4π. N қайда? N мен есептеледі. Мне. Әділ.